Братан, қой берме, мен байке қойбайсыңар. Қойбой. Қорқып қалсыңар. Түйіз алсаңшы. Мен малмын емеспін. Mesela дақсы айтып қана жақсы. Жоқ, байке ошо қойып тұрбайсыңар. Қой беріп тұрбайсыңар. Өлі мойт өрді. Күшті. Қой байке, оншы түйгелі қой. Не ол? Не ол? Сен не оласың? Mesela айтып отам mesela. Қой байке, құлдың мен бұл түйшті қой беру. Мен мал емеспін саған. Адам қоқшы. Милиция қызметкері саған талап қойып жатқанда сен ал талап атқаруға міндетті атқарышың керек. Егер сен ошо уақытты атқарасың саған үстін күш қолдануға рұқсат бар. Эгер байке ошо милиция кызматкерлери бір жаңа бербей туруп келип туруп база болсо кандай болуп калат? Андай движение деген жок азыр. Силер катар. Ой, байке, андай булай жок. Номер айтып атат. Второй скутер. Третий, четвертый, короче. Скутерлер чекадан кетип атты. Біреудің машинасын келіп тұр, онда күлсін жуағың ақыңыз жоқ. Сен мен түзу айдап атасың. Сен түзген жоқсың. Просто так келіп тұр, күліш жуағың Андай мен саған. Ойып тұрбайсың байке, слушай. Не слушайсың мен, мына жүктері бар. Мен жөніне тұрам берді, күліш жуағың, тұраушы. Жүктемейсің бұны. Аяқа жүктемейсің. Аяқа жүктемейсің. Сен мен күш тұрасың. Саған ұқсап жүкті өтпейді бай бе? Ошо жүкті өрбейсің. Шалуайын қойдырмайсың, бар күшік чал. Айда бармайсың ба? Қой байке. Мен саған айтып отам күшті. Қайқа түшөң, түш. Қойып тұрбайсың. Күшті ематат. Айтып отамын, собой документі жоқ азыр. Вот именно документі жоқ. Паспортың жоқ, қашты. Мен күшті отам. Паспортыңды алдырайын ба? Күшті. Паспортыңды алдырайын дейм азыр, байке. Тек қалдырасың, стаян. Қаяқ алдырам, стаян Сен родной, тапсаң уақытты. талаптар бұл. Сен мен айтқан сөзді ұқпай айтасың ба? Талаптарды айтып қалмай айтасың ба? Ой, бар болады адам, шынша тұрат қой, міне Аллаға ашылбай маған келіп алып. Сен асыл отасың маған. Сізге ашылған жоқпын байке. Мен қолымның ұшына тигізген жоқ. Правильно? Күшті отамын саған. Қаяққа түші? Айтып отамын. Түш, қойып тұрбайсыңар ғой. Кел қаш. Кел қаш тұрбайсыңар байке. Келбейрен ал площадь. Пиздец, да, короче? Это пиздец, нигде не объявлено, блядь. Да, вот, я тоже так говорю. Наркотик, братан. Тартын уже, тартын. У меня тоже экспертиза все есть. Жақшына айтса оттан ол қарағасы пробуем. Күшті мен саған. Бер байке, қой бер. Жоқ, қой бер Болады дейм отамын байке. саған. Түшті. Түшпе, братан, түшпе бар. Братан, қой бер дейм, түш байке, братан. қойбайсыңар. Қойбой. Қорқып қалсыңар. Түйіз алсаңшы. Мен мал емеспін. Mesela дақсы айтып қана жақсы. Жоқ, байке, ошо қойып тұрбайсыңар. Қой беріп тұрбайсыңар. Өлі мойт өрді. Күшті. Қой байке, оншы түйгелі қой. Не ол? Не ол? Сен не оласың? Мен саған айтып отам mesela. Қой байке, құлдың мен бұл түйшті отам. қой беру. Мен мал емеспін саған. Адам қоқшы. Просто мен адамым, мал емеспін. Просто сөйлеуді түсінемін мен. Түйіш, бата түшпей бәрі mesela. Жүктемейді mesela адам айтып отам. Сен айбан оқшап қасапқа сөйлеген. Андай айбамға оқшап. Да, мен саған нормально айтып Нормально сөйлесеңер. Нормально сөйлесеңер. Күшті отам мен саған. Мен саған жақсы айтып отам. Түштейм. Мен саған талаптар аттырып айтасың сен. Мыйзамды талаптар аттырып айтасың. Мыйзамды отау. Ана не біле? Мен өзім жаздыңда мал оқшап. Мен саған айтпам. Қой бер қолын қой. Қой бер қолын қой. Егер милиция қызматкері саған өкчі, дейма? Атын кім деме? Елеман. Қандай болады? Милиция қызматкері саған талаптай отқан. Оларды алып қойып сөйлесеңер, оларды алып қойып. Мен тормышты басып тұрамын онда. Мен саған жашына қайтып
Ой, объясните. Милиция кызматкери сага талап коюп атканда сен ал талапты аткарууга мыйзамсыз. Сен аны аткарышың керек. Эгер сен ошол укукту аткарасың, сага үстүн күч колдонууга уруксат бар. Эгер байке ошо милиция кызматкерлери бир жаңа бербей туруп келип туруп база болсо кандай болуп калат? Андай көрсөтүү деген жок азыр. Силер катар. Ой, байке, андай булар жок. 3 күндөн бери айтып атат. 3 күндөн бери кайерден айтылып атат байке? Басканы карайм. Дос, Келип туруп анча киши үчүн айынан өлүп атат. Эми өлгөндө айка ал биздин күндө эмес да. Ошо өтө именно паспорт жок, эчтеке билбей айдап турушат. Пешенеге жабылган болот. Самайын айдап жүрүп, айдабызга 5 ай болуп, күнөөнө жүрүп кой. Сөгүнчү. Сөгүнбөчү. Сен мага кыйкылмай ишле анда. Сен мага кыйкылмай ишле брат. Дос, мен сага жакшы айтам. Вазита, сендер элсе чыкпайсың. Эми акчаны силер алып келип туруп жууп коюп күлүшүп. Второй скутер. Третий, четвертый, короче. Скутерлер чекадан кетип атат да. Чекадан чыгып атат на скутерлер. Жана апарды тыгып койду, болду. Байке бирөөнүн машинасын келип туруп мондай күлчүн жубагыңа акыңыз жок. Сен мен түзүү айдап атасың. Сиз түзгөн жоксуз. Просто так келип туруп күлүш жубагыңа Кандай мен сага? Негизи да, просто мен тартаткан кыргыз. Все. Эмесе башын тартып коеюн. Ана. Билесиз, кандай машина муну былтырак туруп атканда нахал кирбейт беле. Кирбейт ой. Анын көрө аркасынан эле айдап алып барам деп коюң. Ондай эле белешмек келишкен кылганда Если хотите поспорить, сот эмес сотко баргандан бери бизге эле листик болуп атпайбы? Короче, дагы сотрудниктер келе атат азырчы. Дагы келе атат. Короче, бул жакта ушундай болот дос. Чекадан тыгып атат. Сен видео тартышың керек болду. Тартып албайм полныч. Сен айдайсың? Айдайм, эки бүгүн тукпадыбы Гагаринадан. Просто так. Вот, ошондой болуп атпайбы. Меникинде бүгүн Гагаринадан тыгып салды, болду просто так. Так нельзя же. Вот именно. 3 күн мурун чыккан закон. Нихуя закону. Какой закон? Что за Какой фигня? закон чыкты байке? 3 күн мурундан бери ушу рейд жүрөт, полный алып кете өзөдү. Болду, байке айт. Ошону чекеден алып кетет. Андай закон чыгып атат байке, айтпайсыңарбы? Телефон менен сүйлөшүп көрдүм. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдылнурдун апасы болом. Атым Зинат. Биз сиздерге чыгып жатканыбыздын себеби балама чоң операция керек болуп жатат. Кулагы укпайт, бир кулагыбыз такыр эле жок. Балам 6 жашар болуп калды. Эч кандай сөздү сүйлөбөйт. Баламдын апа деп сүйлөгөн сөзүн уккум келет ушул күнгө чейин. Кудайым пешенесине жазган экен, ушу эл арасында сүйлөп кетсе экен деген үмүтүм бар. Жардам бериңиздер кыргыз эл. Кайдыгер карабаңыздар. Врачтар менен сүйлөштүк. Врачтар үмүт берип жатат. Операциядан кийин баланын развитиясы өсүп сүйлөйт дейт. Себеп жок, жардам бериңиздер. 5 сом 10 сом болсо да кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Алладан кайтсын сиздерге. Аллахым разы болсун сиздерге. Себепчи болуңуздар, кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 3798 Урунбек деп чыгат. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, жардам бериңиздер.